Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға қымыз ұлы даланың ұлы қазынасы арнау кешін ұсынады. Қымыз жылқы сүтінен алынатын қышқыл сүт өнімі. Қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең бағалы дастархан дәмінің бірі. Қымызсыз қазақ асханасын елестету мүмкін емес. Бұл сусын қазақтардың барлық салтанатты думандарында бірінші кезекте беріледі. Жамбыл атамыз ауруға ем, сауға қуат, дәрі қымыз дегендей, қымыз дертке шипа, денеге күш. Оның бұлай болу себебі жылқы жануарының өзіне ғана тән асыл қасиетінен болса керек. Адымы кең, өрісі ұзақ сәйгүлік саңлақтар қазақ баласының кең байтақ жайлауын емін еркіндеп, дәмдіден дәмдіні, қоректі мен құнарлыны ғана тереді. Өсімдіктің шұрайлысын ғана үзеді. Сөйтіп кең даланың сан алуан шөптерінен жылқы адамға шипалы, жағымды тамақтық заттарды өз бойына сіңіреді деуге болады. Осы қымызға байланысты салт дәстүріміздің бірі қымыз мұрындық деп аталады. Қымыз мұрындық бірлікті бекемдейтін мереке. Ол жылына 2 рет тойланады. Біріншісі қымыз қоры молайған кезде ағайын туыс көрші қолаңға дастархан жайылса, екіншісі қымыз маусымы таусылар сәтте жасалады. Яғни алғашқы қымыз адамдарға салтанатпен ұсынылып, көпке бұйырсын деген тілекпен беріледі. Қымыз сапалы тамақ өнімі ғана емес, сондай-ақ шипалы сусын деп те есептеледі. Халық арасында қымызды көңіл күй сергектігі және ұзақ жасау сусыны деп текке атамаған. Халық медицинасында ата-бабаларымыз емдік сусын ретінде қымызды асқазан, өкпе, ішек ауруларына пайдаланып келген. Қымызды қазақ халқымен қоса көрші қырғыз елі, татарлар, башқұрт халықтарында да емдік мақсатта қолданған. Қымыздың құрамына кіретін түрлі заттардың бәрі де адамның бойына жақсы сіңеді. Майы дәмді, ақуызы тез сіңімді. Аз шамада кездесетін сүт және көмір қышқылдары адамның тәбетін ашып, асқазанның жақсы жұмыс істеуіне жағдай туғызады. Бие сүтінде С витамині мол болады. Сондықтан да туберкулез ауруынан емдеуге, айрықша жетістіктерге жетуге көмегі баршылық. Қымыздың осы қасиеттері белгілі болғаннан бері түрлі емдеу мекемелері оны дәрумен ретінде пайдалануға көшкен. Қымыз шипалы әрі жұғымды сусын. Қымыз ауруға ем, сауға қуат. Қымыздың денсаулыққа тигізер пайдасын айтып тауыса алмайсың. Қымыз ұлы даланың ұлы қазынасы болып саналады және біз оның даңқын асқақтатып көбейтуіміз керек.